күн достар, қалдарыңыз қалай? Менің кезекті рецебім бұл асқабақты қыс мезгілінде қалай сақтауға болады, сол жайлы сіздерге қысқа ақпарат айтатын боламын. Мен жалпы асқабақты осылайынан сатып аламын да, бір жылда бір мүшек асқабақты мен өзім іске жаратамын. Ең алдымен асқабақты жуып аласыздар. Жуылған асқабақтың ішін тазалайсыздар да, осындай долька қылып кесіп аламыз. Себебі бұндай долька кесілгенде өте ыңғайлы болады. Ашыған кезде қарасаңыздар тез ашылады. Әйтпесе асқабақтың қабығы қатты ғой, сол себепті ол ашу әдісі өте ыңғайсыз болады. Мына туралып жатқан асқабақ, бұны қазір біз миксердің көмегімен тартатын боламыз. Одан кейін бұл тартылған асқабақтарды мен жарты килограммдап пакетке салып қоямын. Осылай жасасаңыздар, бұл әдіс өте ыңғайлы, асқабақ туралған қалпында өзінің размерін кетірмейді. Сол себепті менімен жасап көріңіздер, міндетті түрде, себебі өте ыңғайлы әдіс. Жалпы көп жағдайда асқабақты үлкен қылып салады, ал асқабақ жылы жерге шыққаннан кейін бұның су ағып, формасы кетіп қалатын болады. Ал сразу турап алған жағдайда формасы қалай турадыңыз, солай қалатын болады. Мен асқабағымның жарты бөлігін жасап болдым. Мына миксердің көмегімен мен мына секілді қылып оны турап алдым. Одан кейін онына ыңғайлы болу үшін мен жарты килограммдап пакетке салып қатырамын. Маған солай істеген өте ыңғайлы. Аламын да жарты килограммдап осылай қатырамын. Мен асқабағымда осы пакеттерге салып қоямын. Өте ыңғайлы. Бір порция мантыға жарты килограмм асқабақ самый раз болады. Мен үшін мен асқабақты көп жасайтын себебім, мен өзім самсаны, мантыны асқабақсыз жасамаймыз. Біздің үйдегілер асқабақты өте жақсы көреді. Сол себепті бізде асқабақ осылай дайындалады. Тураған кезде байқасаңыздар, ұсақ қып турамайсыздар. Сіздерге қандай мөлшерде ұнайды, сол мөлшерде турайсыздар. Себебі ана измельчитель білесіздер, ұзақ жасасаңыз кішкентай турап береді. Мен қолмен турған секілді кубиктің мөлшерінде қылып тураймын. Сол себепті осылай турасаңыздар жеткілікті болады. Одан кейін ол морозилькеден шыққаннан кейін өз формасы қалай болады, осылайынан қалады. Соның бір жақсы қасиеті осында. Видео ұнаса, пікір қалдырып, келесі жолы менен қандай кеңес, не рецепт күтесіздер, соны жазып өтсеңіздер болады. Сіздерге көп рахмет.